Целиноград ауданы Қоянды орта мектебінің 5-ші сынып оқушысы Адал Кербезбін. Мен Фариза апамыздың «Қартай мәжілісі қарттарын» атты өлеңін оқимын. Қартай мәжілісінің қарттарым. Ақ үміттерде ақ мамық арбайды, қолға тұрмайды. Көңілдер бүгін шаттанып, аңсайды бақыт жыл жайлы. Жыл жайлы соңғы нүктеге жетелер адам біткенді. Сонда да мынау жұрт неге желпініп жылды күттенді. Күткенді көктем қысындай сеніммен бақыттаңдарын. Көзімнен бұлбұл ұшырмай үмітті мен де жалғадым. Мұң табы жатса күлкімде сан қателерден шаршадым. Армандап жүріп бұл күнге жете алмай кетті қаншадам. Сонда да тірлік жалғасып, қадайды жанар жас қарға. Табысып жерде сан ғашық, шашуын төкті аспанда. Мейірімдермен үмітпен жылынсын дала құндағым. Тазартып жерді күдіктен келе бер жаңа жылдарым. Қартай мәжілісін қарттарым, көгерсін кірсіз көңілдер. Елемей тірлік ақпанын, жасара берсін өмір жер.